Мен алдында бастарымды бастап алдым да соны аяқтамай кеткенмін. Не себепті десеңіздер, қазір толық айтып бір точкасын қойып кеткім келіп отыр. Айырылысып кеттік, болды, қайтып келмес. Ешкімді кешіре де алмайды, уже бұдан кейін беті ашылды деген сияқты. Кінә кімнен, қай тараптан екенін негізі бір тараптан болмайды, екі жақтан да болады. Бірақ маған ауыр тиген нәрсе бар тоже. Бірақ мен соған көз жұма өмір сүріп келдім. Бірақ ақыры түсіндім тоже, что мен ол нәрсеге көз жұма алмайды екенмін. Кәрі ұйқы алдында сол нәрсені ойлап, іштей жеп өмір сүріп қиын екен негізі өткен. Өте қиын екен. Енді алысқа кетпей қойық, енді Айбаршаның өзіне келетін болсақ, ағайын. Мен Айбаршадан осы күнге дейін тек қана бір жаман, бойынан жаман бір қасиет таптым да, енді. Ол ренжісіп қалса, ұрсысып қалса, мен ол өте қатты еңіреп жылайды. Біріншіден адам өлгендей жылайды. Сөйтеді да, историясында 80 адам близкийінде бар ма, 80-не мен жамандайды. Үйінде бірге тұратын подружкаларына жамандайды. Оралдағы подружкаларына жамандайды. В общем, солай мені жексұрын қылып көрсетеді. Бұл ренжістер, ұрыстар бәрінде болып тұрады, бұл норма. Бұл енді арақатынас болғаннан кейін ондай нәрсе болып тұрады. Бұндай нәрсе не приветствуется, жаманын жасыру керек, жақсылығын асырып тұру керек те негізінде. Ол дұрыс емес нәрсе. Тек қана сондай жаман бір нәрсесі бар. Қалған жағынан шынымды айтайын, өте идеальный қыз негізінде. Сөйтіп жамандап алады да, подружкалармен бір жерге жиналып отырып қалса, олардың жігіттері келіп қалады дейді. Сен де кеш деп маған Айбарша жазатыншы постоянно. Сен де кеш, оларды жігітімен келді ғой деп. Мен оларға ол жамандап тұрса, мен қалай барам ол отырысқа? Ол адамның бәрі мен жайлы жаман ойлайды, ойлаңызшы. Айстан алдында өстіп тастап еді ғой Айбарша. Өстірейінші деді ғой, мінезіңе жасайды ғой деп. Сөйтіп көрсетіп тастап, сөйтіп айтып мен сөйтіп елестеткізіп тастаған да оларға. Енді мен қалай барам? Мен бармаймын, естественно. Сол үшін ренжиді. Ал жерде менің кінәм жоқ. Айбарша өзін жамандадың, болды. Мен олармен араласқым келмейді, өйткені олар мен жайлы жаман ойлайды. Жақсылық жасаған кезде, мен оған жақсы нәрселер істеген кезде соны неге айтпайды? Неге тек қана ренжітіп алсам, соның историясын салып, близкийіне сөйтіп жыр салады да. Сөйтіп соңғы ситуациядағы екі ұрысқанымызда уже енді әке-шешесіне де мен жамандап тастағанмын, былайша айтқан кезде. И болды, бұл жерде әке-шеше араласты ма, болды, бітті ғой. Точно қосылмайсың деген сөз. Білмеймін, енді өзім Айбаршаға бір кеңес беретін болсам, тек қана ортаңды өзгерт деп қана кеңес берер едім. Сенің подружкаларың өте дұрыс емес адамдар. Басқа ұлт өкілдері бар, орыстар бар, бәрі ажырасқан, бәрі ішіп шегеді, бәрінің бір баласы бар, сөйтіп қалып қалған. В общем, қуғандығын ұнататын адамдар ғой, негізі былай біліп қалдым ғой. Чайковать ететіндері бар арасында, өзің көрсеткейсің, айтқансың оларды да. Тағы сондай. Анау екеуміз ұрсып қалсақ, мына Айсұлтан сені болашақта ұрады деген саған, Айсұлтан таста сондықтан деп кеңес берген подружкаларың тем более араласпай ақ қой, өздері өмір көрмеген, өздері жігіттермен ұрсып көрмеген адам болып сөйлейді. Сол адамдарды өмірінен исключать ет негізінде. Болашақта, чтобы саған зиян тимейтіндей. Енді нақты не үшін айырылыстық ағайын? Ол жайлы мен қазір сіздерге толығымен айтқым келмейді. Неге десеңіздер, мен оны айтатын болсам, халыққа жариялайтын болсам, өзім айтқандай, менің отбасыма да әсер етеді, Айбаршаның отбасына вообще қатты әсер етеді. Тағы үшінші адам бар, оның отбасы тоже түбегейлі жаман болады да, үшін. Сондықтан айтылмайды. Айтылмағаннан бұрын мен оны жариялайтын болсам, мен бұл позормен өмір сұрамаймын, я за свою жизнь не отвечаю деп Айбарша маған сәл-пәл угрожать еткен болатын. Бәлкім өз-өзіне бірдеңе істеп қояр ол. Бұндай позормен мен қалай өмір сүрем деген бір жазбалар бар еді перепискада. Так что мен Айбаршаның өміріне қорқам. Біреудің өлімін өзім мойныма алғым кеп тұрған жоқ. Главное, сіздер түсіндіңіздер, кім не бүлдіріп қойғанын, болды. Осын біліп жүріңіздер. Басқа ештеңе емес. Ал болған сияқты бірақ. Болды. Ажиотаж болып жатыр менде. Кеше кеш жатқанбыз, Асекең 40-қа толып, соны құттықтап, үйге келіп, ұйықтағаннан кейін таңға жоқ
әлем тай просыпается. Содан оны ұйықтатып, қазір енді бір сағат көз іліп алайын дегенмін. Қаяқтың 1 сағат емес 3 сағат ұйықтап қалғанмын. Обедте қонақтар келу керек. Олар уже жолда келе жатыр. Ал мен дайын емеспін. Мен мыңмен тұрып жасап жатырмын бәрін. Еще мен үлгермесем, бетіме басатын қонақ келе жатыр. Ол кім дейтін шығарсыздар? Ол менің күндесім. Жамбо келе жатыр. Жаным! Юртаж дейді ғой құрдас ұқсап. Күнде тұрам да оны сізге беремін. Ойбай, сразу мани, сразу... Ойбай. Шашу кетіп жатыр, шашу. Негізін шашылып жатыр Үш ұсына киіп келдім әдейі, сұрап жатыр. Жау жүремін деп. Кемет тараздан ешкім жоқ міне. Ей, келеді ғой? Или араласпайсыңдар ма ешкіммен? Келеді, құсы, келе салпай жүрсің. Тараздағылар қайдасыңдар? Шынайы достар міне. Адам кішкентай. Адам уже, адам. Оны басын формасы, фигурасы тура папасы. Қарасай, ансаң кішкентай кезін қара. Айнымайды ғой, я? Ау? Осы сұрақ неге қойылмай жатыр деп едім, міне келді. Кезінде мен бір сұхбат бергем, сол сұхбатта балам дүниеге келгенде Қазақстанның қалаларын аралап, орталық мешітте мал сойдырып, Құран оқытамын деген уәдем бар. Енді ол сұхбатты берген кезде мен балам ноябрьде дүниеге келеді деген ондай ойымызға да келіп шыққан жоқ. Енді қазір уже қыс. Бала дүниеге келгеннен бастап мен не только қала аралау, мен даже телефонға жауап бере алмайтын состояниеда жүрдім. Бақыттан басымыз айналып. Енді бала кішкене өссін, күн жылысын, міндетті түрде мен қалаларды машинаға отырып аралап, орталық мешіттерде мал сойдыратын боламын. Бірақ білмеймін, одан сіздің өміріңізде не өзгереді, бірақ ол уәдем орындалады. Ровно 1 сағат рахмет айтып, андай текст жазып отырыппын. Ровно 1 сағаттан кейін шығыпсың ғой, прикинь. Міне каз, міне деп, ровно 1 сағат. Оңай ма баланы жайғастырып сөйткен? Әлем жылауықпа дейді. Шешесінен алмайды. Жыламайды. Мужик қой. Мен жылайды деген жоқпын ғой. Мен просто шешесінен алмайды дедім. Мен жоқпын ғой. Шешесінен алмайды. Я, түрі де маған ұқсайды. Құры барары. Маған ұқсайды. Шық үйден. Әлем кілтте болды. Шық кет бар. Таңшолпан әпке балаға қара деп арасында ұрсады ма дейді. Маған ұрсады Елдос. Арасында балаға қарасай деп. Бірақ мінезі ауыр Танчо. Бірақ арасында мен андай ұрысқан сияқты дауыспен сөйлеймін. Қарасай балаға деп. Атақ ұрыссаң айырады. Арасында негізі көбінесе балаға қарайтын мен. Мен. Давай Әлемнен сұрайық. Әлем кім? Папа. Бұл сұраққа конкретно Жонушканың өзі жауап берсін. Танчо туып берсең болды, өзім қараймын деген едің, қарап жатсың ба дейді. Сіз ба? Иә. Примерно дедім ғой, болатыр. Еба, енді ту мә қараймын енді. Міндет па еще? Міндет па? Шашақ бетін ұйықтап алайыншы, қараңызшы деген кезде ту мә қараймын. Балаңызға ұрсам мен, маған бәрібір. Ұрсып көр тура. Онда қараңыз. Әлем ескілт. Яғы отсын кетші бар, өзіміз тұрамыз үйде. Папа деш? Папа деш? Мақыл, 4 әріп. Әке деш, 3 әріп. Әке деш? Әке. Ел деш? Ел. Ел. Елдос деген ел деш, қайда? А деш, қайда? А. Әлем, бір көріп ғашық болдым саған, жүрегімде от жалындаған, енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Енді сен айт, давай.
Папа. Айта ғой. Тойға мен қанша ақша шашып той жасадың деп сұрап жатырсыз ба? Әлде тойға келгендердің, бергендердің деп сұрап жатырсыз ба деп тупит етпей ақ қойын, е? Той шашу қанша түсті дейсіздер? Ну енді примерно болды осы ғана.